Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Гафурова Улай. Мені 2018 жылы лор отделениеге жатқызған кезде хронический гайморит деп диагноз қойды. Маған дәрігер Омаров дияр осы продукцияларды ұсынды. Мен пайдаланғандарым активаторды бір күнде 3-4 мезгіл пайдаландым. Одан кейін бізде желені активатордан кейін соның артынан шприцпен жіберіп отырдым. Прополис таблетка, бір таблеткадан 2 мезгіл пайдаландым. 10-15 күнде менде уже результат жақсы бола бастады. Негізі прокол жасаймыз деген врачымыз менде проколсыз, без прокол менде улучшение болып, диагнозым жақсы болып шықты. Қазіргі таңда менде гайморит деген ауру жоқ. Сіздердің де пайдалануларыңызға ұсыныс жасаймын. Саламатсыздар ма, құрметті ханымдар және мырзалар, сіздер қазір ғана біздің Forever өнімдерін қолданып гаймориттен результат алып отырған тұтынушымызды естідіңіздер. Енді не үшін ол кісі бұл өнімдерді қолданды? Ол кісі негізі осы кезге дейін больницадан ем алып келген, енді аптечный препараттармен, но нәтиже толық дұрыс болмады ол кісі. Содан кейін ол кісі осы өнімдерді қолданды. Жалпы бұл өнімдер гайморитті емдеген кезде ешқандай механикалық зақымсыз, прокол деп айтамыз, осынсыз осы өнімдермен емдеуге болады гайморитті. Қалай? Енді ол 3 өнім біздегі желе, активатор и прополис антибиотик. Енді ол жерде гайморит, өзі аты айтып тұр, ол жерде воспалительный процесс жүріп жатыр, қабыну процесі. Оны жою мақсатына міндетті түрде антибиотик қолданамыз. Ол біздің антибиотик, прополис, табиғи антибиотик. Доза жоқ, бұнда қанша таблетка ішсеңіз де болады, и иммунитетті бұл антибиотик төмендетпейді, іштегі микрофлораны бұзбайды, былайша айтқан кезде табиғи антибиотик. Иммунитетті көтереді и плюс любой қабыну процесін жойып отырады ағзадағы. Бірінші осы ішіледі. Одан кейін активатор деген алоэның сусыны. Бұны біз күнделікті мұрынға 1-2 тамшыдан бір күнде 4-5 ретке дейін тамызуымызға болады. Осылай ыдыстың өзімен тамызсаңыз болады, немесе басқада пипеткамен тамызуға да болады. Бұл ешқандай шырышты қабатты құрғату деген сияқты проблемалар тудырмайды. Одан кейін кешкісін күнде жатар алдында желе деген алоэның түссіз гелі, осыны 2 граммдық шприцке алып, оның инесін алып тастаймыз, поршынды алып 2 граммдық шприцке құямыз и 2 мұрынға арасын 30 минут ұстап, мұрынның ішіне қарай жібереміз. Яғни ол гаймор қуысына қарай барып, бүкіл мұнау гаймор қуысына жиналып қалған іріңді, сұйықтықты сыртқа алып шығып кетеді. Күнделікті осы процедураны қайталап отырасыз. Где-то бір 2 апта, 3 апта қайталанғаннан кейін керемет нәтиже алуға болады. Енді бұны қолданған кезде шамалы гаймор қуысына қарай барған кезде шамалы ауырсыну, шамалы қолайсыз өзіңізді сезіну сияқты сезімдер болуы мүмкін. Одан қорқып тоқтатудың қажеті жоқ. Курс негізі 1 ай, 1,5 айға дейін. Результатты негізі 2-3 аптада көруге болады. Енді сұрақтарыңыз болатын болса, осы гайморит немесе басқа да бір аурулар бойынша төмендегі нөмірге хабарласуларыңызға болады, немесе WhatsApp-қа шығуларыңызға болады, және біздің каналға тіркеліп қойыңыз. Өзіңіз және де отбасыңыз үшін, отбасыңыздың денсаулығы үшін керекті ақпараттар алып отырасыздар.